Hey, let it be known, I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't... What's всем привет. Бізде бүгін кезекті съемка. Бүгінгі съемка чисто креативтер түсіру болып жатыр. Так, бізде қазір мына жақта фотосессия болып жатыр. Типа қыздыру креативтің алдында. Ал мына жақта дайындық болып жатыр. Бізде де мощный идея жасап жатырмыз. Идея из-за отрезка. Оған ну бір мощный сол бастаймыз. Бізде бүгін нешесі 13 июнь курстың басталуына ровно бір ай қалды. Мы сейчас препродакшн жасап жатырмыз. Скоро у нас будет запуск, мировой запуск планируют ребята, так что мощно будет. На YouTube қашады, В общем, кеттік процессті көрейік. Съемочный процесс қалай өтіп жатыр сізге? Кайф? Кайф. Кайф? Тема? Тема? И все? Да. И все? Да. Я не знаю, что сказать. Окей. В общем, солай. У нас еще в гостях есть темнокожий человек. Вау! Positive, see what it make. Shoot it, so it's reap. I paid a meter, I came in with Peter like Peter on water. I'm stepping in deeper, they know that I'm coming like follow the leader. I'm taking a chance today. Standing inside of the kitchen, I turn on the heater. I'm here to turn on my brothers and sisters and cousins and mothers into my belief. Да, раз, два, три, звук есть. Да, біз фотосессияны біттік. Енді қазір жарты сағат перерыв болатын. Бізде қазір екінші локацияға барамыз. Кухняға барамыз, сол жақта креативтер түсіреміз. Сол жақта съемкаларға жалғасады. Бұл только начало, друзья. Кухняға шыққан соң жалпы программа обед болады. Обедтен кейін кішкене тамақтану, перерыв. Потом мостқа барамыз. Мосттың астында тағы да түсіретін боламыз. Көптеген қызықтар болады. Let's get it дейма, қана ұқсап. Let's get it. Так, біздің фотосессия аяқталды. Бүгін біздің фотограф миссис или мисс? Мисс фотограф өзінің жұмысын толықтай күшті атқарды. Енді результаттарды күтетін боламыз. Үйінде қайтып бара жатыр. Съемка қалай болды? Съемка күшті болды. Балдар да, қыздар да бәрі күшті екен. Бақытты олыңдар, қолын жайып бата берейін дейсіз. Ойнайсам. Жақсы. Күшті болды. Рахмет көп-көп. Окей. Я думаю, что вы получили очень много эмоций. Да, эмоции и денег. Ну, короче, қызықты болды. Еще музыка болды, еще жастар болғаннан кейін ба. Короче, кайф болды. Рахмет көп-көп. Окей, сізге рахмет. Теперь будем ждать результатов. Так, все, нас зовут. Бізде срочно ана жаққа барып түсіру керек. Так что кеттік екінші локация бізде Kitchen. Let's get it. Наш главный оператор лежит и отдыхает, готовится. Қазір біз екінші локация дайындалып жатырмыз. Мұнда бізде кухня стилінде видеолар болады. Модель, келді моделіміз қазір. Қазір киімін ауыстырып, оның анау мынау көз лақтырып, деген кадр болады. Мощный барлығын телефонға түсіреміз, және бэкстейдж болады. Жақсы контент болады деп ойлаймын. Значит, біз хотим доказать, что мобильная игра, профессиональная съемка возможна. Камера сияқты. Вот хотим доказать. Все, это мы докажем. Так что наблюдайте за процессом. Пау! Так, я смотрю треф. Просто лежит. Хелпер. Спит, как всегда. И наша актриса. What's up? Біздің съемочный день екінші күні.
Біз осындай локацияға келдік. Қазір далада дымовый шашкалармен түсіретін боламыз. Негізі бұның барлығын кеше после обеда түсіру керек болғанбыз. Но погода резко құртылып, жел болып, жаңбыр болып, почта болып кетті. Из-за этого бүгін түсірейін деп жатырмыз. Так что наш влог, мини-влог продолжается. Следите. И еще раз let's get it. Бізде съемка басталды. Как всегда, у нас свой вайб. Музыкамен, колонкамен қосып қойып. Қазір жақта съемка жасаймыз. Дымовый шашка, опа, все. Барлығын көретін боласыздар қазір. Ан жақта ана кісіміз тикток түсіріп жатыр. Еще хотел спросить. Еще хотел сұрағым келгені. Мынау очки маған жарасады ма? Жараса төбеңге плюс, жараспаса минус қалдырып кетіңіздер обязательно. И вот жақта қазір съемка болады. Свое мнение, вот это вот все насчет вот этого всего. Жақсы өтіп жатыр, я жігіттер жақсы организовать етті, молодцы, опытный бар екен, көрініп тұр. Жазылып жатыр ма? Ладно, негізі өзіңді модель ретінде сезінген бір түрлі екен тупой яқты сезінесің өзің бар. Вообще бүкіл саған қарап жүретін, не істеп жүргенді өзің білмейсің, сырттан қалай көрініп жүрген. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. I know you told your Есть шот. Осымен біздің съемкамыз аяқталды, полный. Бір күнге бітетін нәрсе, просто 2 күнге созылып кетті из-за погодного условия. Сондықтан бүгін обедке дейін бітіріп тастадық барлығын. Так что қызық болды деп ойлаймын. Теперь енді бүгін до конца кешке дейін, түнге дейін осы кешегі 2 күн сүрген материалдардың барлығын отырамызда бөліп чисто монтаж жасаймыз. Ертеңге дейін бітіру керек бізге монтаж цель болғанда дедлайн осы бүгін кешкі түнге дейін. Өйткені егер ертеңге дейін созылатын болса, қалай? Ертең тағы съемка болады. Ары күн жинала береді өйткені, иә. Так что ребята, видеоға келген кезде дедлайн это приоритет номер 1. Қаншалықты қиын болса, ұйықтамау керек болса да бітіру керек. Иә. Но не советуем ұйықтамауға, ұйықтау керек, обязательно демалып. И то, тем более экранға қарап отқан кейін көзге вообще нагрузка болады. Так что сіздерге ұнады деп ойлаймын. Подписывайтесь, ставьте лайки. Видеографы, мобилографы, мобайл фильммейкеры. Бізден қандай совет сіздерге жазып кетін. Астына комментарий жазып кетіңдер. Что вы хотите при съемке показали мы? Может, это покинул чат орысша. Хотя бы за наш труд. Да, за наш труд. Или за мою красоту. Лайк, подписка, комменты, ребята. Все, увидимся. Давай. Всем пока-пока.